Сәлеметсіздер ме? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шагане тортын жасайтын боламыз. Шагане тортының құрамына 5 жұмыртқа, қант, ұн, разрыхитель, сұйық май, мед, сода керек. Және де креміне вареный сгущенка және сливки қажет. Жұмыртқамыз бен песогымызды біркелкі етіп, аппақ масса шыққанша миксерлейміз. Жұмыртқа мен песокты аппақ масса қылып алдық. Енді ұн мен разрыхительді салып, төменнен жоғары қарата лопатаның көмегімен араластыратын боламыз. Біркелкі масса шыққаннан кейін, енді медті смесімізге кірісеміз. Медтің үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып, араластырып аламыз. Оның үстіне сұйық майды құйып, жарты қасық соданы саламыз. Біркелкі қылғаннан кейін қамырымыздың үстіне жайлап қоямыз. Осындай әдемі массамыз шығады. Осы массаны 22-лік диаметрге екіге бөліп пешке пістіріп аламыз. 30-35 минутта пеште пісетін болады. Суығаннан кейін пышақтың көмегімен жан-жағын осылай кесіп аламыз. Ыстықтай алуға болмайды, мұздағаннан кейін аламыз. Мінекей осындай болып шықты. Ендігі бисквитіміздің ортасынан бөлеміз екіге. Ендігі кремімізді дайындайтын боламыз. Вареный сгущенкамызды миксерлейміз. Оның үстіне салқындатылған сливкиді құямыз. Және де сливкиіміз 33% болуы керек, міндетті. Және де стойка крем шыққанша араластырамыз. Неке осындай болуы керек. Араластырамыз. Дәл осындай мінекей. Енді бисквитімізге кремімізді жағамыз. Кремімізді жағып, үстіне орехты себеміз. Ортасына орех салатын боламыз. Дәл осылай жалғаса береді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, өте дәмді, жасап көріңіздер. Керемет. Ауызға салсаң еріп тұрады. Менің YouTube каналыма тіркеліп кетеміз, достар. Және де лайк, және де тағы да қандай рецептілермен бөлісейін сіздермен, сонда жаза кетіңіздер комментарияға. Міне осылай кремімізді жағып алып, езілген жаңғағымызды бетіне себетін боламыз. Видеода бәрі түсінікті деп ойлаймын. Көрсетілгендей де жасап көреміз. Өте керемет. Менің видеомды уақыт бөліп көргендеріңіз үшін рахмет. Жасап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін.